Sport onu jep ketті, районыңыз onu jep ketті, ал сіздер әлі отырсыздар. Неге қозғалмайтын дүние? Сосын пенсияға шабан шығады да, ертеңіне кожаный курткамен қайтып келетін апайларымыз әлі отыр. Неге орындарын қозғатпайды? Мәслихатымыз бұлдар 3 жасар қыздар зорланғанда қайда болды? Ал айтыңыздар, бұлдар Балқаш ауданында нан жоқ деп жырлап, соның әсерінен мені мүгедектіктен алып тастап, сіздер қазір қандай жағдайда отырсыздар? Менің жағдайым жақсарды ма? Бір дәрі беруге жарамаған Балқаш ауданы қалай сіздер мақтанып, қандай сөзбен мына жерде айтып отырсыздар? Алтын алқалы анаға ешқандай көмек берілмесе, бұл ауданда қандай басқа жағдай жасалып жатыр? Қандай елдер бизнес планмен қаншамасы алып жатыр, бірақ қарапайым халық алған жоқ. Оны да өздеріңіз алып пайдаланып жатсыздар. Халықтың игілігі дейсіздер. Ешқандай игілікке ештеме жұмсалып жатқан жоқ. 8 жасар баласына лимузин бар, үлкен машинаны сыйлайсыздар, жарайды оғанды демейміз. Алып жатыр, байлық жетеді бізде Балқаш ауданында. Бірақ сол байлықты өздеріңіз қалталарыңызға салып отырсыздар. Қазіргі жағдайда кеше ғана үйіңнің басында қалатын үй ағашпен тіреп, біреуіңіз барып көмектескен жоқсыздар. 4 баласымен ол отыр шыннан. Сонда 9 миллион 9 жылынан алынған үйлерді кімдерге бердіңіздер? Әлі берілген жоқ. Өйткені алынғаны 2 жылдан асып кетті. Ол үйге қатын ешкім барып тұрмайды. Өйткені бәрі бұзылған. Дер кезінде ешқандай жұмыс жасалмай, кейіннен барып қозғаласыздар. 3 жыл тұрған үйді биыл әрең бердіңіздер. Сонда сіздер қай жермен жұмыс істеп, қалай мақтанатқандарыңызды білмеймін. Аудан әкімі Азат мырза, мен сіздің алдыңызға қанша рет бардым? Мүмкіндігі шектеулі жан ретінде бардым, көп балалы ана ретінде бардым. Қаншама рет алдыңызға көмек сұрап бардым. Сіз қолыңызды сол кезде еніңізді көмектестіңіз ба? Балқаш ауданында қаншама бай бар дейміз. Бәріміз өндіріп көріп, тек қана мақтанғанды жібердіңіздер. Әйтпесе осындай сылдап жүрген аналар көп па? Жоқ. Қаншама ауру өліп қалды? Білесіздер ма? Мен сияқты аурудың қалай кетіп қалды? Мүгедектіктен шығарып жіберіңіздер. Анализі жақсы екенде. Қарамайсыздар да. Қайда бөлінген дәрі қайда? Бөлініп жатқан ұндары қайда? Питаниясы бөлек адамдарға неге берілмейді? Марасыздар мырзаға барсаңыздар, кіргізуден бас тартады. Өйткені ол кісінің көшеге қарайтын жұмысы жоқ. Азат мырзаға барса, нақты сұрағым осы. Менің денсаулығымды орнына қойып беріңіз. Дұрыс.